Қайырлы күн, оқушылар. Бүгін бізде 7-ші сабақ «Мектебіме саяхат» деген тақырып. Бұл тақырыпта сен оқу құралдарының атауын атап айтуды үйренесің. Өз мектебің туралы әңгімелеуді үйренесің. Бізге берілген жаңа сөздер: танысу, табу, музыка мектебі, ауысым. Бірінші тапсырма: тыңда, сұраққа жауап бер. Саят, мектебімізге қарашы, қандай үлкен, әдемі. Иә, Мерей, мектебіміздің ауласы кең. Аулада ағаштар, гүлдер өседі. Мұнда ойын алаңы да бар. Астында сұрақ берілген: Саят пен Мерейдің мектебі қандай? Біз бұл сұраққа мәтін бойынша жауап береміз. Саят пен Мерейдің мектебі үлкен, әдемі, ауласы кең. Екінші тапсырма: өз мектебіңді суреттегі мектеппен салыстырып айт. Сенің мектебің қандай? Олай болса, балалар, суретке назар аударайық. Суретте бізге мектеп суреттелген. Суреттегі мектеп 3 қабатты, күлгін түсті, ауласы өте кең, ауласында ағаштар, гүлдер өседі. Ал сенің мектебің қандай? Мысалы, менің мектебім өте әдемі, үлкен, 2 қабатты. Мектебімде кітапхана, спорт залы бар. Мектебімнің ауласында көптеген ағаштар, гүлдер өседі деп айтсақ болады. Үшінші тапсырма: оқы, сұрақтарға жауап бер. Еркін қала мектебіне келді. Сыныптағы оқушылармен танысты. Жаңа достар тапты. Еркінге әдемі әрі үлкен мектеп ұнады. Бұл мектепте балалар 2 ауысымда оқиды. Мектептің жанында балалар музыка мектебі бар. Ол сабақтан соң музыка мектебіне барады. Бізге осындай мәтін беріліпті. Мәтін Еркін деген бала туралы, иә балалар? Енді астына назар аударсақ, сұрақтар бар. Еркін қайда келді? Ол сұраққа мәтін бойынша жауап береміз. Еркін қала мектебіне келді. Еркінге мектеп ұнады ма? Иә, Еркінге әдемі әрі үлкен мектеп ұнады. Мектептің жанында не бар? Мектептің жанында балалар музыка мектебі бар. Төртінші тапсырма: үлгі бойынша мектепке қандай заттар апаратыныңды жаз. Бізге балалар суреттер берілген. Сөмкенің суреті, дәптердің суреті, күнделіктің суреті, иә? Осы суреттерге пайдаланып, біз сөйлем құрап, мектепке қандай зат апаратынымызды жазу керекпіз. Үлгі: мен мектепке қалам апарамын. Дәл осылай жалғастырамыз. Мен мектепке сөмке апарамын. Мен мектепке дәптер апарамын. Мен мектепке қарындаш апарамын. Мен мектепке өшіргіш апарамын. Мен мектепке күнделік апарамын. Мен мектепке сызғыш апарамын. Мен мектепке альбом апарамын. Дәл осылай, балалар, жоғарыда айтылған сөйлемдерді дәптерімізге жазып аламыз.
Балалар, төртінші тапсырма жауабымен сіздерге жазылып берілді. Астында қызылмен жазылып қойды. Мен мектепке дәптер апарамын, мен мектепке сөмке апарамын және ары қарай. Осыны дәптерімізге қатесіз көшіріп аламыз. Осымен сабақ аяқталды. Балалар, егер сіздерге сабақ ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.